Саламатсыздар ма? Құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз заң консультациясы және заң консультанттың мәртебесі. Енді бұл жерде қаралатын сұрақтар. Заң консультациясы адвокаттар алқасының құрылымдық бөлімшелері, заң консультантының құқықтары мен міндеттері, заң консультантының қызметін сақтандыру және адвокаттың жеке дара қызметі. Яғни заң консультациясы бұл азаматтарға, заңды тұлғаларға және ұйымдарға құқықтық мәселелер бойынша кәсіби кеңес беру. Яғни құқықтық құжаттарды дайындау және құқықтық қолдау көрсету мақсатындағы құрылған ұйымдық құрылым болып табылады. Ол құқықтық көмектің қолжетімділігін арттыруға, құқықтық мәдениетті қалыптастыруға және азаматтардың заңды мүдделерін қорғауға бағытталған. Қазіргі құқықтық мемлекет жағдайында заң консультациясы ол құқық қорғау жүйесінің маңызды элементі болып табылады және де құқықтық даулардың алдын алуда айрықша роль атқарады. Заң консультациясының қызметі ол қоғамның құқықтық қатынастарында тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал етеді. Заң консультациясының қызметі ол Қазақстан Республикасының Конституциясына, адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңына, Қазақстан Республикасының азаматтық әкімшілік және басқа да салалық заңнамаларға негізделіп отырады. Аталған құқықтық актілер ол заң консультацияларының құрылу тәртібін, қызмет бағыттарын, сондай-ақ заң консультанттарының құқықтық мәртебесін айқындап отырады. Заңнама заң консультацияларына білікті әрі тиімді заң көмегін көрсету үшін қажетті құқықтық тетіктерді ұсынып отырады. Бұл заңдар заңгерлік көмектің сапасын, қолжетімділігін және әділділігін қамтамасыз етіп отырады және де заң консультанттарының кәсіби жауапкершілігін реттеп отырады. Заң консультацияларының қызметі заңдылық пен этика нормаларға сәйкес жүзеге асырылып отырады. Яғни Қазақстан Республикасы Конституциясы ол азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау негізі болып табылады. Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заң ол кәсіби қызметті реттейтін негізгі нормативтік акт болып табылады. Салалық заңдар, яғни азаматтық, әкімшілік, қылмыстық және басқа да құқық салаларындағы ережелер болып табылады. Енді заң консультацияларының маңызы. Яғни заң консультациясы қоғамдағы әлеуметтік және экономикалық қатынастарды реттеуде маңызды роль атқарады. Яғни заңдылық мәселелерге дұрыс жауап беру адамдардың құқықтары мен міндеттерін қорғауға көмектесіп отыр. Мысалы, кәсіпкерлер заң консультациясы арқылы сауда-саттық келісімдерін дұрыс жасауға және де сондай-ақ заңдылық талаптарды орындауға мүмкіндік алғанда, олар қылмыстық жауапкершіліктен қорғалған болып саналады. Яғни заң консультациясының басты мақсаты ол жеке және заңды тұлғаларға сапалы және білікті заң көмегін көрсету болып табылады. Және бұл мақсаттар қоғамда құқықтық сауаттылықты арттыруға және әділеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған. Азаматтар мен ұйымдарға заңнамалық актілер бойынша ауызша және жазбаша түсініктемелер беру, яғни бұл құқықтық кеңес беру болып табылады. Енді құқықтық құжаттарды әзірлеу, яғни арыздар, талап арыздар, шағымдар, келісімшарттар сияқты маңызды құжаттарды құрастыру болып табылады. Заңды мүдделерді қорғауға жәрдемдесу, яғни сотқа дейінгі және соттағы процестерде клиенттердің құқықтарын қорғауға көмектесу болып табылады. Құқықтық сауаттылықты арттыру, яғни қоғамның
құқықтық білімін және хабардарлығын арттыру бойынша жұмыстар жүргізу. Құқық бұзушылықтардың алдын алу, яғни құқықтық кеңес беру арқылы жаңағы ықтимал құқық бұзушылар, яғни болатын құқық бұзушылар мен даулардың алдын алу болып табылады. Енді заң консультациясының қызмет бағыттары, яғни оның бағыттары өте кең және әртүрлі құқықтық мәселелерді қамтиды. Бұл оның қоғам үшін маңыздылығын көрсетіп отырады. Яғни ауызша және жазбаша құқықтық кеңес беру. Ол клиенттерге олардың құқықтық мәселелері бойынша дұрыс түсінікті түсініктемелер беріледі. Яғни бұл кеңестер азаматтардың заңды құқықтарын түсінуіне және шешім қабылдауына көмектеседі. Талап арыздар, шарттар, өтініштер және шағымдар дайындау. Яғни заң консультанттары сот органдарына, мемлекеттік мекемелерге және басқа да ұйымдарға қажетті құқықтық құжаттарды кәсіби түрде дайындап береді. Яғни бұл құжаттардың дұрыс толтырылуы істің оң шешілуі үшін маңызды болып табылады. Азаматтық әкімшілік істер бойынша құқықтық сүйемелдеу. Яғни клиенттерді сотқа дейінгі дауларды реттеуде, сондай-ақ сот процестерінде заңды түрде қолдау. Яғни бұл қызмет клиенттердің құқықтық мүдделерін тиімді қорғауға бағытталған. Медиативтік және татуластыру рәсімдеріне қатысу. Яғни дауларды соттан тыс жолмен шешуге көмектесу арқылы тараптар арасындағы келіссөздерді жеңілдету. Яғни медиация тараптардың уақыты мен қаржысын үнемдеудің тиімді әдісі болып табылады. Заңды тұлғаларға құқықтық қызмет көрсету. Яғни кәсіпорындарға, ұйымдарға және басқа да заңды тұлғаларға тұрақты құқықтық қолдау көрсету. Яғни олардың қызметін заңнама талаптарына сәйкестендіру болып табылады. Енді заң консультациясы жеке немесе ұжымдық негізде құрылады. Ол коммерциялық емес немесе заңды рұқсат етілген өзге де нысанда қызмет атқарып отырады. Ұйымдастырушылық құрылым мен заң консультациясының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және де мынандай негізгі элементтерді қамтиды. Яғни басшы, жетекші заң консультациясының жалпы басқаруын және стратегиялық дамуын қамтамасыз етеді. Ол ұйымның жұмысын үйлестіріп, қызметкерлердің міндеттерін бақылап отырады. Заң консультанттары ол негізгі құқықтық көмек көрсететін мамандар болып табылады. Олар клиенттерге жаңағыдай кеңес береді, құжаттар дайындайды және де олардың заңды мүдделерін қорғайды. Әкімшілік қызметкерлер, яғни кеңсенің күнделікті жұмысын, құжат айналымын және клиенттермен байланысты ұйымдастырады және олар заң консультанттарының жұмысын жеңілдетеді. Заң консультациясы ол өз қызметін ішкі ережелер мен шарттар негізінде жүзеге асырады. Және де бұл ережелер кәсіби этиканы, құпиялылықты және сапа стандарттарын сақтауды қамтамасыз етіп отырады. Заң консультанты, яғни ол заңнамада белгіленген талаптарға сай келетін, заң консультациясы немесе өз бетінше қызмет атқаратын, құқықтық кеңес беру және құқықтық көмек көрсетуге уәкілетті тұлға болып табылады. Бұл маман құқықтық мәселелерде жаңағы білікті көмек көрсететін және клиенттердің заңды мүдделерін қорғайтын тұлға болып табылады. Заң консультанттың қызметі кәсіби білімге, тәжірибеге және құқықтық жауапкершілікке негізделіп отырады. Ол құқықтық жүйенің ажырамас бөлігі болып табылады және де әділеттіліктің құруына үлес қосып отыр. Енді заң консультантының басты міндеті ол клиенттің құқықтық мәселелерін терең түсініп, оған ең оңтайлы және тиімді шешімдерді ұсыну болып табылады. Яғни заң консультанттарының рөлі ол клиенттерге заңдық мәселелер бойынша кеңес беру болып табылады. Олар заңнамалық актілерді зерттейді, сот істеріне қатысады және клиенттерге заңдылық жағынан
қорғауға көмектесіп отырады. Заң консультанттарының мамандық білімі мен тәжірибесі олардың, яғни жұмысының сапасын анықтайды. Заң консультанттарының мамандық білімі олардың жұмысының сапасын анықтайды. Яғни олар заңнамалық актілерді түсінуге, заңдылық мәселелерді шешуге және клиенттерге кеңес беруге қабілетті болу керек. Заң консультанттарының білімі олардың тәжірибесімен бірге олардың жұмысының сапасын жоғарылатуға мүмкіндік беріп отырады. Енді заң консультанттарының мәртебесі олардың мамандықтанған білімі мен тәжірибеге негізделген. Яғни олар заңгерлер сияқты жоғары білімді мамандар болып табылады, бірақ олардың қызметі негізінен кеңес беруге бағытталған. Яғни заң консультациясы арқылы адамдар заңдық мәселелер бойынша дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік алғанда, заң консультанттарының қоғамдағы рөлі арта түседі. Енді заң консультантының құқықты мәртебесі оның жаңағы кәсіби құқықтары мен міндеттерінің жауапкершілігінің жиынтығымен айқындалады. Ол өз қызметін заңдылық, адалдық және тәуелсіздік қағидаларының негізінде жүзеге асырып отыр. Яғни бірінші қағидасы заңдылық және тәуелсіздік. Енді заң консультанты өз қызметінде тек қана неге бағынады? Заңға бағынады. Және клиенттің мүддесін қорғау барысында ол сыртқы қысымдарға тәуелсіз болады. Яғни бұл оның жұмысының объективтілігімен қамтамасыз етіледі. Адвокаттан айырмашылығы, яғни заң консультанты адвокаттан айырмашылығы ол сотта өкілдік ету өкілеттілігі шектеулі болуы мүмкін, бірақ ол кең көлемде құқықтық көмек көрсете алады. Оның негізгі қызметі кеңес беруге және құжаттарды дайындауға бағытталады. Клиент туралы алынған барлық ақпарат құпия болып табылады. Және заң консультанты оны жария етпеуге міндетті. Бұл клиент пен консультант арасындағы сенімділікті нығайтады. Яғни бұл кәсіби құпияны сақтау қағидасы болып табылады. Енді жауапкершілік. Яғни заң консультанты өз қызметінің сапасы мен нәтижелері үшін жауапты болу керек. Кәсіби стандарттарды сақтамаған жағдайда ол заңнамада белгіленген жауапкершілікке тартылады. Енді заң консультантына қойылатын талаптар. Яғни заң консультанты болу үшін кәсіби білім мен тәжірибенің, сондай-ақ заңнамалық нормаларға сай болудың маңызы зор болып табылады. Және де мынау заң консультантының негізгі талаптары мынандай. Бірінші, жоғары заң білімі, яғни Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында заңгер мамандығы бойынша білім алу міндетті, және де бұл құқықтық жүйенің терең білімін қамтамасыз етеді. Заңгерлік қызметте белгілі бір уақыт бойы жұмыс істеу тәжірибесі болуы тиіс. Бұл теориялық білімді практикамен ұштастыруға мүмкіндік береді. Заңнамаға сәйкес заң консультантының заң консультанттары палатасының мүшесі болуы міндетті, және де бұл оның кәсіби стандарттарға сәйкестігін растайды. Азаматтық, әкімшілік, қылмыстық және басқа да құқық салаларындағы заңнамалық актілерді жетік меңгеру қажет, және де тұрақты түрде заңнамалық өзгерістерді бақылап отыру маңызды болып табылады. Және де кәсіби этика мен сенімділікті сақтау үшін заң консультантының соттылығы болмауы қажет. Бұл оның беделін сақтау үшін маңызды болып табылады. Енді заң консультантының құқықтары жаңағы оның кәсіби қызметін тиімді жүзеге асыру үшін қажетті кепілдіктерді қамтамасыз етеді. Яғни бұл құқықтар клиенттердің мүддесін қорғаудағы маңызды болып табылады.
яғни құқықтық кеңес беру. Ол клиенттеріне заңды мәселелер бойынша жан-жақты ауызша және жазбаша кеңестер беруге құқылы. Талап арыздарды, шағымдарды, өтініштерді және басқа да құқықтық құжаттар дайындауға және рәсімдеуге құқылы. Сотқа дейінгі және сот процестерінде, сондай-ақ мемлекеттік органдарда клиенттердің заңды мүдделерін білдіруге және қорғауға құқылы. Өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты мемлекеттік және басқа да ұйымдардан сұратуға құқылы. Және өз мүдделерін қорғау және кәсіби деңгейін арттыру мақсатында кәсіби қоғамдастықтар мен ұйымдарға бірігуге құқылы. Енді заң консультациясы ол әртүрлі түрлерге бөлінеді. Олар жеке тұлғаларға, кәсіпорындарға және ұйымдарға арналған болып табылады. Заң консультанттары клиенттерге заңдылық мәселелерді шешуге көмектеседі. Енді заң консультациясы ол қоғам үшін маңызды рөл атқарады. Өйткені ол адамдарға заңдылық мәселелерді шешуге көмектеседі. Олардың құқықтары мен міндеттерін түсінуге жәрдемдеседі. Яғни заң консультациясы қоғамдағы әділеттілікті қамтамасыз етіп отырады. Енді заң консультациясы және заң консультациясының мәртебесі ол қоғамдағы заңдылықты қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Яғни заң консультациясы арқылы адамдар заңдылық мәселелер бойынша дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік алады және олардың құқықтары мен міндеттері қорғалған болып табылады. Заң консультациясының мәртебесі олардың мамандықтанған білімі мен тәжірибесі негізделген, яғни сондықтан да олардың қызметі қоғамға үлкен пайда асырып отырады. Назарларыңызға рахмет.